1908 жылы алғаш спорт түріне әйел адамдарды кіргізген спорт ол біздің дәстүрлі садақ ату. Яғни дәстүрлі садақ ату спорты олимпиадалық садақ атуға резерв дайындап береміз біз. Кореялық спортшылардың бойында өзіміз көрген сол жумоңтардың қаны тасып жатыр ма? Айта ғой. Студент неге садақ ату керек? Енді менің осы дәлдік пен рух дейтін кітабым, тұсаукесерін жасайын осы. Қайырлы күн құрметті көрермендер, өздеріңізбен әдеттегідей жанкүйер подкаст. Бүгінгі біздің шығарылым ұлыстың ұлы күні әз наурызбен қатарласа келген ұлттық спорт күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Ендеше бүгінгі біздің әңгімеміз де осы ұлттық спорт төңірегінде болмақ. Ендеше бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының қола жүлдегері, Республикалық дәстүрлі садақ ату федерациясының атқарушы директоры Бақберген Сәлімов және дәстүрлі садақ атудан Қазақстанның ұлттық құрамасының спортшысы, әлем чемпионы Айкөркем Батихан. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ал мереке құтты болсын, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй керемет. Рахмет сіздердің шақырғандарыңызға. Ұлыстың ұлы күні, наурыз мерекесі барша қазақ халқына құтты берекелі болсын. Ұлттық спорт күнімен тұспа-тұста келіп отыр. Ұлттық спортымыз жасай берсін, дами берсін. Рахмет. Ендеше осы әңгімеміздің әлқисасын осы ұлттық спорт күнінен бастайықшы. Қазір бұрынғы күнге қарағанда ұлттық спортқа деген қызығушылық артты ма? Қаншалықты артты? Иә, бұрын бізде ата-бабаларымыз бұл ұлттық спортты өзінің негізінде жауынгерлік өнер ретінде дамытты деп айта аламыз. Яғни жауынгер халық болғаннан кейін, ол кезде соғыс заманы, жаугершілік заман болғаннан кейін үнемі жауынгерлердің дайындығын, әскердің дайындығын өз деңгейінде ұстап отыру керек. Сондықтан біздің ұлттық ойындарымыз, жалпы негізі ұлттық спорттың өзі әуелі ұлттық ойын ретінде басталған. Яғни баланың ептілігін, мысалы асық ату мергендік үйретеді, көкпар спорты, ұлттық спорты ол жауда қалған өзінің бірге жауынгерлерін жерден суырып алып, жерден алып қашу деген сияқты мәселелерге үйретеді. Яғни әселгісі. Және де садақ атуда сол қарсыластың ең әскери басыларын және де сол жерде ең маңызды тұлғаларды екі жақ соғысып жатқан заманда сондайларды алыстан атып түсіруге негізі дағдылану мақсатында пайда болған. Жаудың басшысын егер сіз мерт қылсаңыз, жаудың духы сынады, жаудың рухы сынады. Сол үшін де алыстан ату құралы ретінде пайдаланылған негізі садақ. Енді осылардың барлығын жауынгерлік дайындықты ұстап отыру үшін бұны жас кезінен бастап ұлттық ойынға айналдырған. Яғни осылай халықтың былайша айтқан әскери дайындығын ұстап отырды десек болады. Солай енді ұлттық қазіргі таңда ол енді бізде ондай заман емес, бейбіт заман, Аллаға шүкір. Сондықтан қазіргі таңда бірақ та бұл біздің қанымызда бар дүние болғаннан кейін мына бейбіт заманда кезіндегі ұлттық ойын ретінде қазір ұлттық спорт ретінде осылай дамып жатқан жайы бар. Жаңа қанымызда бар деп айтып кеттіңіз ғой. Десе де бұл осы ұлттық спорт бұрындары тасада қалып қойды десек те болады, иә. Ал соңғы жылдары қайтадан бұл спортқа деген ерекше көңіл бөлу ерекше болып тұр, иә. Ал былтыр ғана мысалға елімізде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтті. Жалпы енді былай қарастыраламыз ба, сол осы спорттың дамуын көшпенділер ойынына дейін және көшпенділер ойыннан кейін деп қарастыраламыз ба? Қалай салыстыруға болады? Орынды. Жалпы негізі ұлттық спорттың қай түрі болмасын, халықпен бірге жасасып келді.
яғни ас беріледі әрбір жерде той думан берілген кезде спорт түрлері негізінде сол дәріптеліп жүрді. Ал бірақ дәстүрлі садақ ату, енді өзім садақшы болғаннан кейін дәстүрлі садақ ату, бірақ осы жерде біз бала күнімізде үй жағдайында ғана садақ атқанымыз болмаса, бір ас берілген кезде немесе қандай да бір той томалақтарда бұл бертін келе өз белең ала бастады. Яғни 2010 жылдан бері қарай былайша айтқанда қайтадан жандана бастады. Бірақ та нақты бұл спорт ретінде 2022 жылы 2019 жылы федерация құрылады да 2022 жылы сол федерация арнайы аккредиттен өтеді де спорт ретінде мойындалады. Яғни оны спорттың түрі ретінде садақты мойындайды. Енді сіз айтқан былтырғы көшпенділер ойыны әрине үлкен серпін берді. Соның ішінде жалпы бұл көшпенділер ойыны Қырғызстанда алғаш басталғанда 3 жыл Қырғызстанда өтеді. Оған бірақ аз 9 мемлекеттен ба 10 мемлекеттен ба сондай мемлекет, қателеспесем сондай аз мемлекет қатысады. 3 жыл Қырғызстан бұны бастап береді. 4-ші жылы Түркия елінде Изник қаласында болады. Бұл түрк елдері, түрк бауырларымыз өте жақсы бір деңгейде өткізеді. Сол жерден біздің дәстүрлі садақ атуда кең танылып, біздің спортшымыз сол жерден күміс финалға шығып, күмісті қанжаға байлайды. Солай біздің дәстүрлі садақ атуымызға бір серпін болады. Енді 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойын Қазақстан өзі алғаннан кейін, ол былайша айтқанда біздің алғашқы оқу жаттығу жиынымызда осы көшпенділер ойынның аясында басталды. Және де ол алғашқы оқу жаттығу жиыны мына спортшыларымызға ол да Малайзия елінде өтті. Бір жағынан алғашқы ол тарихи, екінші Малайзия елінде ол шет елде де тарихи біздің жалпы біздің тарихымызда десек те болады. Дәстүрлі садақ атудың оқу жаттығуы, бұны спорт ретінде спортшыларды дайындау осы көшпенділер ойынның аясында жүзеге асты. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, осы көршілес бауырлас мемлекет Түркия елінде өткен көшпенділер ойыны ерекше өте жоғары деңгейде өтті дедіңіз, иә? Ал біздің елде өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындары қаншалықты деңгейде өтті? Әлде бір әттеген айлары одан да жоғары деңгейде өткізу керек деген бір тұстар болды ма? Енді мен нақты барлығына бірдей баға бере алмаймын. Себебі ол үлкен мемлекеттік деңгейдегі ұйымдастырылған, халықаралық деңгейде ұйымдастырылған өте ауқымды бұл жоба көшпенділер ойындары. Біздің бір артықшылығымыз Түркия еліне қарағанда бір артық тұсымыз бұл көшпенділер ойынын спорт ретінде көбірек басымдық берді. Ал көшпенділер ойындары негізі Түркия елінде болғанда бұл фестиваль ретінде сондай бір мағынада атап өтілсе, бізде спорт ретінде атап өтілуіне басымдық берілді, және де бұдан орын алған біздің спортшыларымызға атақ дәреже берілді деген сияқты осындай жақсы бір үрдіс қолға алынды. Сонымен қатар жалпы айтатын болсақ, өзіміз енді мына атқарушы директор ретінде сол 2024-тің ресми мен бас жағында келдім. Басында келдім 2024-тің 2023-нің соңында 2024-ті бірге дайындалдық осы. Бір жағына өзім сол федерацияның жұмыстарымен бірге, негізі мен өзім спортшы болып бастағам. Мен спортшымын, және де осы көшпенділер ойындарына дайындығымды бастаған спортшымын. Сонымен қоса мына ұйымдастырушылықты да бізге алып көресіз бе деп былай ұсыныс түскеннен кейін, ұсынғаннан кейін, яғни өзімнің әл-ауқатыма göre жақсы деп келісім беріп, екеуін бірге бастағанбыз. Бұл да іріктеу болды, спортшылар арасында іріктеуден өтті. Кәдімгі бізде 6 ер спортшы өтті, 4 қыз бала өтті. Барлығы бізде шектеу қойылды. Яғни әр мемлекеттен 10 адамға ғана қатысады. 6 ер, 4 қыз бала. Сөйтіп 6 ердің құрамына өттік. Және де ұйымдастырушылықты да бірге алып жүрдік. Негізі сырт көз сыншы жалпы негізінде өзіміз ішінде процестің ішінде жүргеннен кейін біз әрине кейбір нәрселердің кем тұсын білеміз. Яғни қай жерде қалай болған кем тұстарын бізге білініп тұрады. Бірақ жалпы былай көрерменнің пікірі, жанкүйерлердің пікірі өте керемет дәрежеде өтті. Әрине мына көкпардан қандай да бір мәселе, шағын бір ол бізде
былайша айтқан дәстүрге айналған мәселе десек те болады көкпардың, яғни біресе ол жеңеді, біресе біз жеңеді, ол қалыпты дүние, ол спорт болғаннан кейін ондай болу керек. Ал жалпы біздің дәстүрлі садақ ату басқа спорттарда бұл көшпенділер ойындары өте керемет, жоғары дәрежеде өтті. Және әлі де сол бізде мысалы дәстүрлі садақ атудың өзінен 35 мемлекет келді. Негізі 40 мемлекетке жақын ұсыныс түсті, бірақ соның ішінде нақты келгені 35 мемлекеттен спортшылар келді. Әр мемлекеттен 10 адамнан келді. Кейбір мемлекеттер өзінің қосымша әріптестерін бұл ойынды көріп, өзінің елінде дәл осылай дамыту мақсатында да келген біздің әріптестеріміз болды. Яғни осы спорттың айналасында жүрген, ол спортшы емес, тек келіп көрермен болып, арна телевидениемен келіп түсіріп, өзінің еліне осы насихаттау үшін және үйреніп кету үшін, сондай мысалы оңтүстік Кореядан сондай біздің әріптестеріміз келіп, сондай тәжірибе алмасты бізбен. Оңтүстік Кореядан деген кезде, оңтүстік Кореяда да қарап отырсақ, оларда олимпиадалық бағдарламаларда садақ ату жақсы дамыған деп айтсақ болады. Олар осы көшпенділер ойынына қатыссақ деген бір өтініштер тастаған жоқ па сіздерге? Оңтүстік Корея бізде қатысты. Оңтүстік Корея көшпенділер ойынына қатысты. Иә, Оңтүстік Корея көшпенділер ойынына қатысты. Мана 35 мемлекеттен нақты сен тұр мен атайын деген біздің спортшылар келді әлемдік деңгейде. Сол спортшыларымыз келіп өзінің өнерін көрсетіп, былайша айтқан 7 алтын ойнатылса, 7 елге бір алтыннан кетті. Тек біз күмісті және қоланы есептегенде біз командалық есепте алға шықтық. Негізінде жалпы біз спорт ретінде, яғни ұлттық ойын, ұлттық бір құндылық ретінде бізде ескіден бар дәстүрлі садақ ату, ал бірақ спорт ретінде бізде енді қалыптасты. 2020 айтқанда 2022-де құрылды. Бірақ 2 жылдан кейін біз көшпенділер сияқты олимпиадалық спорт түріне пара-пар дәрежесі, сырт елден адамдар қатысу деңгейі, олимпиадамен бірдей былайша көшпенділер ойыны, ұлттық спорт олимпиадасы десек те болады. Сондайға 2 жылдың ішінде дайындалып, және де жақсы нәтижемен шығып, командалық есепте бүкіл елден бірінші орынға көрінуіміз, ол әрине бұның мана сөздің басында айтқандай біздің қанымызда бар спорт екенін көрсетеді. Және де осы көшпенділер ойыны аясында біздің спортшыларымыз тиянақты дайындалып, біздің бапкеріміздің дұрыс нұсқамалары арқасында, дұрыс бізді бағыттаулар арқасында жақсы бір нәтижеге қол жеткіздік. Бұл жерде негізінде бұл қай бір жетістікте команда тұрады артында, бір жалғыз адамның өзі жетістікке жету мүмкін емес. Командалық бір жақсы жұмыс болды, 1 жылдың ішінде солай біз жақсы нәтижеге жеттік. Өзіңіз осы спорттағы жолыңызды спортшы ретінде бастадым дедіңіз, иә? Жалпы спорттың түрін алып қарасақ, оның саласы көп қой. Мысалға, өзіңіз білесіз, енді қазақтар көбіне баласын күреске немесе боксқа, сол сияқты спорт түріне береді. Ал өзіңіз осы спортты, осы ұлттық спортқа қалай келдіңіз? Неге дәл осы садақ атуды таңдадыңыз, дәстүрлі садақ атуды? Жалпы осы жерде айта кететін жағдай, мен негізінде өзімнің бала күнімізде біз қазақ күресімен, дзюдомен айналыспаған қазақ жоқ шығар, барлығымыз күресіп өстік. Бірақ гимназияға оқуға түскеннен кейін 7-ші сыныпқа дейін ауылда болдым. 7-8-ші сыныптан бастап гимназияда оқыдым. Сол гимназияда оқып жүргенде білім жағына кішкене мән берілді де, бізде спорт жағы сәл кенде қалды. Бірақ біздің ол ауылда тәрбиеленген тәрбиемізде болды спортқа жақындығымыз. Солай мына Еуразия ұлттық университетінде оқып жүргенде де мына көше спорты дейді ғой, стрит воркаут. Сондай мен айналыстық та, турник, брусья деген нәрседен айналыстық та, кәсіби айналыспадық. Бірақ бәрібір өзіміздің дайындығымызды, физикалық дайындығымызды қатар алып жүрдік біліммен бірге. Солай Түркия еліне білімді толықтыру мақсатында барған кезде осы бір көрме болып жатты. Фестиваль болып жатты. Ұлттық спорт аясында сол жерде бір бұрышта осы садақ атуды көрдік. Сол садақ атуды көріп, мынандай дүниенің қазіргі заманда болуы мені таңғалдырды. Сосын еліме оқуымды аяқтап, тілдік курс оқуымды аяқтап, елге келгеннен кейін осыны іздей бастадым. Онда сол кезде мен Атырауда болатынмын. Іздей бастадым, бірақ Қазақстаннан Атыраудан таппадым, бірақ адам табылды, ол вахталық режиммен жұмыс жасайды екен. Хабарласып көрдім, ол кісімен жолымыз түйіспеді.
бірақ бір жыл бойы осы енді республикалық деңгейде қарай бастағанда осы дәстүрлі садақ ату федерациясының негізін қалаушылардың бірі Диас Ахмет деген біздің ағамыз бар, бапкеріміз қазіргі таңда, және де осы федерация негізін қалаған. Мені де осы федерацияға тартып, федерацияның жұмысына атсалысуға шақырып, сол қабілетіміз байқап, бірге кел жұмыс атқарайық деп шақырғанда сол Диас мырза, сол кісілер бес қару дейтін дүкен аша бастады. Сол бес қаруды бақылап жүріп, осында магистратураға мен жұмыстың жанына оқуға келгем. Президент жанында академияда, басқару академиясына оқуға түсіп, бірден сабағымды реттедім де, сол қыркүйек айынан бастап осы дәстүр садақ атуға сол кісіге шәкірт ретінде жазылдым. Сол кезден бастап менің спорттық былайша айтқан мансабым басталды. Қарындасыңыз Айкөркемді де садақ атуға үйреттіңіз, иә? Алғашқы нәтижелер де бар. Бұған не себеп болды? Әлде ол қарындасыңыздың өз таңдауы ма? Негізінде біз аға ретінде жалпы үйде біз 6 баламыз, және де жалпы өмірде үйдің үлкендері өзіне кейінгілер тәрбиелеп бірге ұстап жүреді ғой. Енді Айкөркем өзі мектепті жақсы бітірді, алтын белгі бітірді, және де оны осы өзім оқыған Еуразия ұлттық университетіне түсуге өзім айттым, ұсыныс тастадым, және де ол осында түссе, мен де Астанадамын, бұған жақсы бір ортаны, яғни қазір орта маңызды ғой, мына алмағайып заманда жақсы орта тауып беретіндігімді, және де өзімнің былайша айтқанда тәрбиемде болатындығын ескерткем негізі. Сөйтіп Айкөркем Еуразия ұлттық университетінде оқуға түседі. Оқуға түскеннен ол кезде мен бір жылдай садақ атып жүргем. Сосын Айкөркемді осы садақ атуға шақырып, осы көріп, алғаш қолына ұстатып, мүмкін өзіне ұнап қалса, ары қарай жалғастырады деген сияқты шақырдым. Өзі айтсын. Енді Айкөркемге де сөз кезегін берейік. Иә, Айкөркем, сіз Түркия елінде өткен жарыста топ жарып әлем чемпионы атандыңыз, иә? Қателеспесем, бұл сіздің алғашқы ең үлкен жарысыңыз болды ғой, иә? Сол сәттен бір өзіңіздің ішкі сезімдеріңіз қалай болды? Топ жарған кезде қандай сезімде болдыңыз? Сол жайында айтып берсеңіз бізге. Жарыс қалай өтті жалпы? Жалпы мен өзім садақ атып бастағалы, қазір есептейтін болсам 2 жыл 7 ай болған. Осы аралықта мен көптеген жетістіктерге жете алдым деп айта аламын. Бапкерімнің арқасында, жанында жүрген садақшылардың арқасында, қолдауының арқасында. Бір жылдан кейін 2023 жылы мен ешқандай жарыстан орын алмадым. Кейін 2023 жылдың қыркүйегінен бастап, 2024-ке өткеннен бастап уже менде орындар бола бастады. Сол ең үлкен алғаш жарысым Фетих купасы болды. Негізі 2023 жылы барғым келген, бірақ сабақтарымның себептерімен бара алмай қалған болатынмын. Кейіннен бас бапкерім осы Диас Ахметов, сен қалай да баруың керексің деп, маған арнайы өзі билет алып, бүкіл құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп, жолымның ақшасын барлығын төлеп, солай мені алып кеткен болатын. Негізі бармаймын деп ойлаған едім, себебі ол уақытта менде практикалық сабақтарым басталатын. Солай ең алғаш рет Түркия еліне барып, осы жарысқа қатысып, 100 шақты қыздың ішінен осындай жетістікке жете алдым. Негізі алғашында қола алсам деген сондай ниетпен барған едім, бірақ қасымда жүріп жарыстың атмосферасын көргеннен кейін алтынға қолымның жете алатынын түсіндім. Кейін бар күшімді салып, бар ынта жігерімді қосып, нақты алтын алуым керек деген сияқты өзіме мақсат қойдым. Бізде жартылай финалдан кейін бір күн демалыс береді, кейін бар финал болады. Сол аралықта барынша өзімді іштей дайындап, сабырлылық танытуым керек деп, өзімді моральды тұрғыдан дайындадым. Қобалжуларыңды басып дейсің ғой. Сөйтіп, келесі күні финалдан кейін жақсы нәтиже көрсетіп, осылай еліміздің қоржынына бір алтын алдым. Мен үшін өте бір әсерлі сәттердің бірі болды сол кез. Ал жаңа ағаңыз айтып кетті ғой, өзім садаққа жетелеп алып келдім деп. Ең алғаш садақ ұстағанда сізде қандай сезімде болды? Қалай ұнатып қалдыңыз? Ең бірінші рет ағаларым, жалпы садақшылар бізде триатлон паркта дайындалатын, далада, жазғы уақыттарда. Сол уақытта ағам өзінің дайындық
жеріне апарды. Ең алғаш рет осы өзінің атып жүрген садағымен, себебі бізде ең алғаш келген адамға міндетті түрде жаттығуға арналған жақын қашықтыққа атқызады, және балаларға арналған детский садақтармен атқызады. Күші әлсіз. Ал мен бірден ағамның 37 либрлік садағымен бірден еще алыс қашықтықта аттым да. Біз сол триатлонда дайындалып жатқанбыз ғой. Айгөркем қасыма келіп тұрды. Өйткені мен бірге үйге бару керек болды да. Сосын енді келдімде, білемін негізі дұрыс емес. Бірден ауыр садақ беруге, оның ішінде оның және де қыз бала. Оның үстіне нәзік жан, оның үстіне күшейту. Бірақ айттым, тартып көрші деп. Сөйтіп біз сол кезде 60 метрге ма 70 метрге ма атып жатқанбыз. Келді де, мен әлі ол сурет бар, алғашқы тартқан суреті бар. Тартып көреді. Біз өзіміз қанша ай дайындалып, қанша жыл дайындалып жүрсек те, енді тәжірибе жинап кеткен, әзер тигізіп жүрген нысанаға бірінші алғашқы оғы, алғашқы садақ ұстап тұруы, бір техникасын үйреттік. Атқан кезде сол дәл тигізді ғой. Екеуінде де тигізді, 2 рет атқызды, екеуінде тигізді. Сосын енді қабілет талант бар екені, қанды бар екені. Яғни онда саған дайындық жасау керек деген сияқты бір ұсыныстар айтылды. Сөйтіп басталған. Енді қазақта мысалға әулеттер болады ғой. Біреулер дәрігерлер әулеті, біреулер шахтерлар әулеті деген сияқты. Сонда сіздерде осы ұлттық спортпен, садақ атумен әулет болып айналысасыздар ма, әлде болашақта осы өздеріңіздің бала шағаларыңызды осы салада топтастырсақ деген жоспарларыңыз жоқ па? Бұрын әдебиетті оқығанда айтатын еді ғой, қарапайым ауылдың баласы деген сияқты ғой. Сондай бір теңеулер ғой. Біз сол қарапайым отбасыда, ауылда дүниеге келдік. Және де ата-анамыз бізді осы балаларымыз оқысын деп, өздері сол кезде енді ата-аналарымыз мал шаруашылығымен айналысты. Сол мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін өздері университет бітірмесе де балаларын бітірсін деген ниетпен біздің барлығымызды, соның ішінде мен үйдің екінші ұлымын, екінші баласымын, мені көбірек маған акцент салды, яғни оқуыма. Сөйтіп мен алашы олардың үміттерін ақтап шықтым деп ойлаймын. Әлі де енді қызметтеміз ғой кісілердің, қанша ақтайық десек те зор ғой. Енді ақ сүттерін былайша өтей алмайсың дейді ғой. Бірақ енді сөйтіп бұрыннан сол бізде ауыл болып күреспен айналысатын. Жалпы Қызылқоға дейтін, Атырау облысында Қызылқоға дейтін аудан бар. Сол ауданның барлығы осы күреспен байланысты жасайды. Күреспен байланысты. Біз сөйтіп көптің бір болып күресіп жүретінбіз. Сол енді мана білімге қарай көшкеннен кейін, бірақ спортты ұмытқан жоқпыз. Өйткені соның ішінде студентке спортты алып жүру ол өте маңызды. Бір өзімнен кейінгілерді де мен соны насихаттадым. Яғни сіз ертең мысалы қыз бала біліммен бірге, мен Айгөркемді ең алғаш сол оқуымды бітіріп Атырауға қайтып барғанда, Айгөркем ауылда 8 оқып бітіріп атты, Айгөркемді қалаға қалдырдым да таэквондоға бердім. Яғни бірінші мектепке бердім, сосын Айгөркемге міндет қойдым. Бірінші сенің міндетің 4 жылдан 11 сыныпқа дейін міндетің өзіңнің сабағыңды, екінші осы спортты қатар алып жүру. Неге? Сен ана ретінде де ертең физикалық дайындығың болу керек. Былайша айтқанда, және де сабақ оқитын болсаң да сабақ оқыр кезде біз өзіміз сондай олимпиадаға дайындалдық, өзіміз ғылыми жобаға дайындалдық, кітаптан баса алмай оқыған күндер болды дайындық кезінде. Сол кезде былайша айтқанда қатты кітапқа кіріп кеткен соншалық меңзең болып қаласың. Ал спорт осындай кезде қан айналымын жақсартады да, адамның сергек жүруіне, қайтып келіп кітапқа отырғанда ана кітапта ақпараттарды сіңіруіңе жақсы болады. Сөйтіп Айгөркемді таэквондоға бердім. Сөйтіп бір жарым жылдай таэквондомен айналысты. Маңыздысы сенің жетістікке жету емес, маңыздысы сенің спортпен айналысып жүруің. Яғни өзің формада ұстауың, яғни ми жаттығың, былай кітап сенің миыңды жаттықтырса, физикалық жаттығу ол сенің сергек жүруіңе, өзіңнің формада ұстап жүруіңе өте бір кепілі ғой соның. Екеуін тең ұстау дейсіз ба? Сөйтіп барлығын, өзімнің кейінгілерін барлығын спортқа тарттым ғой. Солай міндеттедім бұларға. Бұл өте жақсы. Мысалға қазіргі ағалардың бойынан табыла бермейтін қасиет деп айтар едім мен. Қазіргі күнде енді жастардың әртүрлі бағытта жүргенін білесіз. Мысалға алдыңғы буын ағалары осындай сіз сияқты тәрбиелер беріп отырса, мысалға бір қазақтың туын жықпайтын бір мықты жастар
көптеп тәрбиеленіп шығатын еді деп ойлаймын. Жақсы, енді осы өзіміздің тақырыпқа оралсақ, көшпенділер ойынында сіз қола жүлде алдыңыз, иә? Көңіліңіз тола ма соған? Енді екі тұрғыдан қарауға болады. Бірінші, біз соның ішінде біз 10 адам өте тыңғылықтан. Негізі мен спортшы ретінде еліме алтын алып беру, жалпы елге алтын алып беру, үлкен бір жауапкершілікті сезіндім. Үлкен жауапкершілік екен. Қараңыз, сіз бірінші іріктеуден өтесіз. Іріктеуден өтпей қалған ең мықты спортшылар да бар. Менен де мықты спортшылар бар, іріктеуден өтпей қалды. Біз өттік, ол спортшылар қатыса алмайды. Енді бізге елдің мүддесін, былайша елдің абырой намысын ана жерде қорғап беру керек. Бір жыл бойы мемлекет бізге ақша салды. Бір жыл бойы бізді оқу жаттығу жиыны күнделікті 12 күн оқу жаттығу жиыны болады. 12 күннің 3-4 күнге үйіңе барасың. Үйіңе барған келесі оқу жаттығу жиынына қайтып аттанасың. Осылай үй көрмейсің, отбасылар басқа жұмыстың барлығын сырып қоясың. Солай тек қана осы дайындықты ғана көздейсің. Сөйтіп дайындалып жүрдік, және де елдің бірінші басқа спортшылардан сені іріктеп алып, сені өткізген, сол үшін де сен оларға алтын алып беруге міндеті тұрады. Екінші, мемлекет саған ақша құйып назар аударғаннан кейін ол мемлекеттің үмітін ақтау нәрсесі тұрады. Сонымен қатар енді саған сенген бапкерінің үміті тұрады. Осы тұрғысына алғанда, және де сен дайындығыңды жарыстың кезінде, жаттығу кезінде дайындықты жарыстың кезіне дейін жақсы көңіл күймен алып шығып, жарысқа шыққанда сол бүкіл дайындығыңды көрсете алуың керек. Бізде көп спортшыларда негізі бар, жаттығу кезінде өте керемет нәтиже көрсетеді, ал жарыстың кезінде бүкіл нәтижесінен айырылып қалады. Ол психологиялық. Сондай бір тұрғыдан соны сезіне отырып, сол дүниені ұстап, өзіңнің бір жылдық дайындығыңды жарыстың кезінде аман есен алып шығып, және де қарсыластарыңды ұтып, бір медаль алып беру, ол өте үлкен жауапкершілік, және де баппен бірге бақта ойнайды ол жерде. Сол тұрғыдан қарайтын болсақ, жауапкершілікті сезіне отырып, ауыр нәрсені, қоланың өзі мен үшін алтынмен пара-пар, былайша айтқанда сондай бір жауапкершіліктің тұрғысынан қарайсаң, біз медальға ілігуіміздің өзі. Бірақ екінші тұрғыдан мен ұйымдастырушылықпен де айналыстым. Бұл ауыр жауапкершілікте тұрды мен. Бұл спорттың, бұл дәстүр садағатудың көшпенділер ойыны кезінде өте бір ұтымды, және де ешқандай елдің абыройына нұқсан келмейтіндей алып шығуымыз біз үшін үлкен міндет болды. Және де жалғыз мен емес, біз командамен жұмыс жасадық. Маған бөлінген арнайы бір позициялар болды. Сол позицияның төңірегінде мен атқарып шығамын. Бірнеше бізде міндеттер болды. Сол маған бөлінген міндеттің төңірегінде. Аллаға шүкір, өзіме жүктелген міндеттің төңірегінде мен өзіме тікелей қатысты міндеттерді атқарып шықтым. Сол тұрғысынан да жауапкершілікпен бірге, былайша айтқанда, негізінде ауырлықты сезіндім, бірақ екі тұрғыдан да жақсы бір нәтижелі өнер көрсете алдық. Енді елдегі садақ атуға оралсақ, жалпы елде садақ ату бойынша жарыстар қаншалықты жиі ұйымдастырылады? Жалпы 2001 Қазақстан чемпионаты бізде 2022-де өтті. Оны өзіміз ат салысып, ол кезде мен ерікті ретінде бапкерлеріме, ерікті ретінде Диас мырзаға біздің командаға көмектесіп жүрдім. 2 жыл қатарынан мен ерікті ретінде жүрдім. 3-ші жыл көшпенділер ойынының 1-ші жылынан бастап, сол көшпенділер ойынның басынан бастап мен ресми осы неге тағайындалып, яғни атқарушы директорлыққа бірге атқарып жүрдік. Осы уақытқа дейін бізде 4 чемпионат өтті. 2022-де, 23-те, 24-те, 25-і биыл Орал қаласында болады. Жалпы халықаралық осымен 3 жарыс өткіздік біз. Шымкентте 3 жарыс, біреуі осы Астанада көшпенділер. Яғни халықаралық 4 жарыс өткіздік. Барлығы жоғары деңгейде болды. Кешеде Азия кубогын өткізіп келдік, өте жоғары деңгейде. Яғни аз жылдың ішінде, және де ұлттық спортқа бөлінген назардың аз болуына қарамастан, ұлттық спортқа мына мемлекет тарапынан болсын, немесе біздің демеушілік тарапынан болсын, оңай емес негізінде. Кеше ғана басталған спортпыз ғой біз. Спорт ретінде кеше басталған жас спорт болғаннан кейін бізге әзірше еңбегің, яғни бола тұра, сені әлі танымағаннан кейін адамдар қатты назар аудара бастамайды, яғни қатты назар аудармайды. Бірақ аз жылдың ішінде біз халықаралық жарысты да, мысалы 4-5 халықаралық жарыс, және де Қазақстан чемпионатын өте жоғары дәрежеде өткізіп, қазіргі таңда елдің бұрылып, мынандай да спорт бар екен, бұл спортқа да бір біз атсалысайық деп
барлық тараптың назар аударуына себепші болдық. Осыны жақсы дәрежеде командамызбен бірге, федерациямен бірге ұйымдастырудың арқасында. Сонымен қатар алғашқылардың бірі болып телевизиялық бағдарлама түсірдік ұлттық спорт бағытында. Яғни бүкіл 20 облысты аралап жүріп, 20 облыстан мысалы сіз келесіз, қатысасыз, іріктеу өткізіп, соңында 20 спортшыны Астанаға финалға алып келіп, бірінші орынға пәтер, екінші орынға көлік, үшінші, төртінші орын, бесінші орынға ақшалай қаражат берген алғашқы спорттардың бірі болдық. Яғни телевизиялық бағдарлама түсірдік, шоу ретінде. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, осы жеңімпаздарға бірінші, екінші орынға Астанадан пәтер деген сияқты бердік деп, бұл осы спорт саласына жастарды тартудың бір белгілі бағыты ма? Бұл бұқаралық спорт дейтін бар. Жалпы негізгі біздің идеология, негізгі идея жалпы спорттың салауатты өмір салтын ұстану. Салауатты өмір салтын ұстанатын қоғамды қалыптастыру адамдар арасында. Енді қоғам тұрып, диваннан тұрып, телевизорын өшіріп, келіп спортпен айналысу үшін біз оларды қызықтыра бөлуіміз керек. Қалай қызықтырамыз? Әрине, мына заманда біз адамдарды бірінші, немесе ересек адамдарды, жалпы адамдарды біз бірінші осылай спортқа көлік, пәтер тігу арқылы қызықтыра аламыз. Яғни сіз бұл спортпен айналыссаңыз, сізде осындай мол қаражат таба аласыз, немесе пәтерлі боласыз, немесе көлікті боласыз деп айта аламыз. Және де оны бердік. Болашағы бар деп. Бұл спорттың болашағы бар дейді. Ал егер спорт тұрғысынан, егер өзін спортшы ретінде қалыптастырғысы келетін адамдарға қандай мотивация? Ондай адамдарға бізде осы былтырдан бастап стипендия беріледі. Яғни спорттық шәкіртақы беріледі. Мысалы, спортшы Қазақстан чемпионатын орындаса, облыстан арнайы шәкіртақы алады. Республикалық деңгейде арнайы шәкіртақы алады. Және де халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын орындайды, немесе Қазақстан Республикасының спорт шебері атағын орындайды. Ол да біздің спортшы ретінде өзін қалыптастырғысы келетін адамдарға үлкен мотивация. Соның ішінде біздің ұлттық спорт бұқаралық спортқа бейім спорттың өте бейім спорт түріне жатады. Мысалы, көкпармен, немесе аттың үстінде садақ атумен бір арнайы адамдар яғни, ол да өте пәтер тігіліп жатыр, кең дәрежеде кез келген адам айналысуы мүмкін. Бірақ атты тасу, атты әрбір жерге апарып кез келген жерге тұрып ата салу, ол қандай да бір қиыншылығы бар. Ал дәстүрлі садақ атуда нысанаң бар, жеңіл оғың бар, садағың бар, тұрасыз, кез келген жерде атып, кез келген жерде былай ғимараттың ішінде де ұйымдастыра бере аласың. Мектептің ішінде де ұйымдастыра бере аласың. Қыста, жаз мезгілінде ұйымдастыра бере аласың. Сол тұрғысынан біздікі артық. Жақсы. Енді садақ ату Олимпиада ойындарының бағдарламасында бар екені белгілі. Ал сіздер атып жүрген осы дәстүрлі садақ атудың осы Олимпиадада жүлде, алтын медаль сарапқа салынатын жарыстан не айырмашылығы бар сонда? Біздің дәстүрлі садақ ату бұл ұлттық спорт түріне жатады. Бірақ бұған дейін бұл олимпиадалық спорт түрінің ішінде болған екен. Мысалы, 1404 жылы алғашқы олимпиадалық спорттан олимпиадалық жарыс өтеді. 1404 жылы. Соның ішінде дәстүрлі садақ ату бар. Яғни садақ ату бар. Мен видеоларды, архивті қарасам, яғни мұрағаттарды қарасақ, дәл осы біздің атып жүрген садақ дәстүрлі садақ ату. Енді 1908 жылы ол жерде де садақ ату бар, ол жерде де дәстүрлі садақ атумен атқан адамдар садақ атуда. Қазіргі олимпиадалық садақпен атпаған, осы біздің ағаш және жіптен тұратын садақпен атқан. Ол яғни дәстүрлі садақ деп аталынады. Ол кезде де, қазірде де. Сол және де 1908 жылы алғаш спорт түріне әйел адамдарды кіргізген спорт, ол біздің дәстүрлі садақ ату. Яғни 1908 жылы тек ер адамдар арасында болған болып тұр осы уақытқа дейін. Алғаш әйел адам қатысқан спорт түрі ол дәстүрлі садақ ату. Осылай біз осындай бір ақпаратпен мен қауышып интернет жүйесінде өте керемет таңғалдым. Яғни солай басталған бұл дәстүрлі садақ ату заман өткен сайын бұл жетілген, сөйтіп қазіргі деңгейде олимпиадалық садақ атуға келген. Оның арнайы көздеуі бар, арнайы темірден, сондай бір дүниелерден тұрады өзі. Негізінде қазіргі олимпиадалық садақ ату. Ал біздің садақ ату ол өздеріңіз көріп отырғандай ағаштан және жіптен тұрады. Оқ та, яғни жебе де ағаштан және кәдімгі құстың қауырсынынан тұрады. Яғни табиғи нәрселерден тұрады. Айырмашылығы осы жерде. Бізде ешқандай көздеу құралы жоқ.
яғни біз қойып осы жермен көздейміз, осылай атамыз дейтін де жоқ. Ал олимпиада садақ атуда арнайы көздеу өзінің сондай қарайтын сондай нүктелері нелері бар. Сонда олимпиада ойындарында қолданылатын садақ осы дәстүрлі садаққа қарағанда атуы жеңілірек деп айтасыз ғой? Жеңілірек демеймін, әр спорттың өз қиыншылығы болуы мүмкін. Бірақ бір ғана мәселе айта аламын. Енді бұл садақта мысалға бәрін сезіну керек, күшті, қаншалықты деңгейде тарту керек, оның бәрін сезіну керек. Осы жерде бізді тоғыстыратын бір нәрсе бар. Негізі екеуі де садақ қой. Бірақ біреу олимпиадалық, ол кішкене дамыған түрі, әртүрлі көздеу техникалар не істеп кеткен, дамып кеткен. А бізде ешқандай көздеу жоқ. Бұрын бірі болған, артынан ажыратылған. Енді біз қазіргі таңда сеніммен айта аламыз. Оған қазір мысал да келтіремін. Сенім айта аламыз. Біздің дәстүрлі садақ ату спортшылары, яғни дәстүрлі садақ ату спорты олимпиадалық садақ атуға резерв дайындап береміз біз. Яғни өйткені бізде техника бір, демді тарту бір, яғни бүкіл техника бір, тек сенде садақ ауысады. Оның бір мысалы кеше Астанада бір турнир болды олимпиадалық садақ атудан. Сол турнирда біздің 2 чемпион спортшымыз бар. Тапенов Ербол деген және Азамат Нұртаев Азамат деген ағаларымыз бар. Сол кісілер сол турнирға олимпиадалық садақ атуға қатысады ғой. Олимпиадалық садақ атуға қатысып, сол жерден финалға 2 шығады. 1 мен 2-ні бөліседі. Бұл нені көрсетеді? Яғни дәстүрлі садақ атумен айналысатын адам, спортшы олимпиадалық садақ атуға өте керемет резерв деген сөз. Біз бір арнайы 1 жылдық жаттығудан өтетін болсақ, олимпиадалық лицензияны да ұтуымыз мүмкін. Және де қазіргі таңда сол тұрғысынан да бізде сәл зерттеулер немесе сол тұрғысынан қарау басым болып, сол тұрғысынан қарау кішкене дамып келе жатыр. Чемпиондардың түп негізі бізден шығады дейсіз ғой? Иә. Жақсы. Енді бұл спорт біздің қанымызда сіңген, ата-бабаларымыз тіпті аттың үстінде отырып көздегеннің санасын қалт жібермейтін, дөп тигізетін мергендер болған, иә. Бірақ неге сол олимпиадада біздің спортшыларымыз жақсы бір нәтижеге қол жеткізе алмайды? Енді мен спортшы ретінде айтатын болсам, құрамадағы спортшы ретінде айтатын болсам, бірнеше фактор бар оған. Бірінші, бізде спорт тек қана физикалық дайындық емес. Спорт сонымен қатар психологиялық дайындық. Ол өте маңызды. Сенің ұйқың дұрыс болу керек, сенің жеген тамағың дұрыс болу керек, саған тағайындалған жаттығулар бар ғой, 1 жылдық жаттығу. Ол да дұрыс болу керек. Сені 1 жыл бойы дайындап келіп, жарыс кезінде шаршатпамау керек. Және де сенің көңіл күйің дұрыс болу керек. Яғни ол да психология жатыр, көңіл күйің. Көңіл күйің дұрыс болу үшін сенің өзіңнің отбасыңда, өзіңнің былайғы отбасың болса да, атанаң болса да, сол жақта тыныштық болу керек. Және де сенің отбасың сені қолдау керек. Сенің спортшылардың ішінде ұжымдық көңіл күй дейтін бар. Сол спортшылардың ұжымдық көңіл күйі дұрыс болу керек. Егер сіз бір құрамада жүріп, екі спортшы бір-бірімен сыйыспайтын болса, көңіл күйін бұзатындай болса, бір құрамада жүріп, онда сіздің жаттығуыңызға тікелей әсер етеді, жарыс кезінде сізге тікелей әсер етеді. Бұның барлығы өте назарға алынатын мәселе. Егер осының бәрі ескеріліп, дұрыс дайындық болса, спортшы жақсы нәтиже көрсетеді. Ал егер бұл жердің біреуінен сызат кететін болса, ол спортшының нәтижесіне міндетті түрде әсер етеді. Бұны мен өзім құрамадағы осы көшпенділер ойынына дайындық барысында өте сезіндім, және де соны бастан өткергеніміз де дұрыс болды. Осының өзім спортшы ретінде, қазір енді мен мен өзім негізі саясаттанушымын ғой, соның ішінде спорт саясатын жүзеге асырушы болып, кадр ретінде бір өзімді не ретінде дамытып келе жатырмын. Яғни спорт саясатын жүргізетін, былайша айтқан тұлға ретінде өзімді дамытып, осы кем-кетікті дұрыстайын, осы салада өзімді дамытайын, тәжірибе алайын, және осы саланың аяққа тұруына септігім тиісін деп, сол тұрғыда мен өзімді дамытып келе жатырмын. Сол тұрғыдан қарағанда мен спортшы болып осылай бастағаным өте керемет маған тәжірибе болды. Осының барлығы спортшының нәтижесіне әсер етеді. Жалпы жетістік, жеңіс тұрақтылыққа қажет етеді, тәртіпті қажет етеді, жүйелі жоспарды қажет етеді. Бұл нәрселер болмаса, сізде нәтиженің болуы екіталай негізінде. Енді менде мынандай бір қызықты сұрақ болып тұр. Енді олимпиадада садақ атудан әлемдік рекордты мысалға 2 әлемдік рекордты да осы оңтүстік кореялық спортшылар орнатыпты, иә.
осы өткен жылғы Париж Олимпиадасында оңтүстік кореялық спортшы 694 ұпай жинаған екен. Ал тура сондай ұпай жинап, тура сондай көрсеткіш көрсетуге біздің спортшыларға не кедергі? Енді біздің бұл спорт біздің қанымызда бар, ата-бабамыз аттың үстінде өскен деп садақта еркін меңгерген деп айтамыз, иә. Сонда кореялық спортшылардың бойында өзіміз көрген сол жумоңтардың қаны тасып жатыр ма? Оны негізінде бұл олимпиадалық сұраққа қойылатын сұрақ деп ойлаймын. Олимпиадалық садаққа бағытталған сұрақ, ал бірақ біз тараптан оңтүстік Кореямен тәжірибе келетін болсақ, кеше Азия кубогында, Шымкентте өткен Азия кубогында арнайы 15 адамнан тұратын, былайша айтқанда, топ жіберді оңтүстік Корея. Оңтүстік Кореядан келді ғой. Оңтүстік Кореядан келді. Осы дәстүрлі садақ атуды зерттеуге және де бұл қалай ұйымдастырылады. Көшпенділер ойын кезінде де болды, содан бір тәжірибе алды. Кеше Азия кубогында де болды, содан тәжірибе алуға келді, бізбен тәжірибе алмасты. Және де деректі фильм түсіріп кетті біз тараптан. Және де арнайы конференцияға шақырып кетті. Яғни осы дәстүрлі садақ атудан сіздің елде қалай дамып жатыр деген конференция ұйымдастырып, әлем кубогын біз өткізейік, сіздердің тәжірибелеріңізді жинай отырып деген сияқты сондай бір келісіммен, сондай бір үлкен немен кетті. Багажбен дейді ғой. Үлкен бір ақпаратпен кетті өздерінің еліне. Сол тұрғыдан біз Аллаға шүкір, дәстүрлі садақ ату басқа елге үлгі бола аларлық Қазақстанның спортшылары, Қазақстанның дәстүрлі садақ атуы ұйымдастырулық тарапынан да, нәтиже тарапынан да басқа елге үлгі боларлық деңгейге жақындап қалдық. Тәжірибе тарапынан жақындап қалдық, келдік те сол дәрежеге. Енді тек андай бар ғой, соны ұстап тұру бізге өте маңызды. Ама сұрағыңызға келетін болса, ол енді олимпиадалық не үшін 690 не жинады деген, енді бізде дейтін ең көп ұпай жиналатын 63 ұпай. Негізді 70 метрден ататын болсақ, бізде сәл осы ұпай жинау және бал беру жүйесінен айырмашылықтар, нысана тұрғысында айырмашылықтар бар. Ал жалпы негізінде техника бір. Тәжірибемізді осы ұйымдастырушылық жағынан болсын, садақ ату жағынан болсын, бір биікте ұстап тұру керек дедіңіз ғой. Енді сол тұрғысында бір жақсы жаңалықтармен келген сияқтысыздар байқап отырсақ, бұл қандай жаңалық, бұл қандай кітап, осы тұрғысында айтып берсеңіз. Енді біз 4 жыл болыпты осы дәстүрлі садақ. 2021 алғаш қолыма Диас мырзаның бапкерлігімен қолыма шәкірт ретінде садақ ұстадым. Қазір 2025-ке 25-дің ішіндеміз, 4 жыл болыпты. Енді біз академиялық былай немен қарайтын болсақ, уақытпен қарайтын болсақ, 4 жылда бір бакалаврдың дипломы жазылады. Бір адам өзіне дипломын алады да, бір мамандықты меңгереді, және де сол тұрғысынан диплом жазады. Енді менің осы дәлдік пен рух дейтін кітабым арнайы, сіздің алдыңызға да қойып қойдым, арнайы осы сіздерге бүгін сол тұсаукесерін жасайын, осы біздің телекөрермендерге және YouTube арнасында көрермендеріңізге, осы подкастың көрермендеріне бір тұсаукесері болсын, және де осы подкастқа арнайы менен 2 кітап сыйлыққа болсын, осы жақсы бір пікір жазғандарға өзіңіз сыйласаңыз болады деген ниетпен алып келген болатынмын. Осы бұл жерде бізде жалпы мына спорт ретінде дәстүрлі садақ атуда жазылған алғашқы кітап спорт бағытында. Яғни осы уақытқа дейін қару-жарақ бағытында жазылған бар, немесе аттың үстінде садақ ату, жамбы атудан жазылған кітаптар бар. Оның барлығы тарихи тұрғыдан. Ал енді мен өзім спортшы болып біз қалыптастырдық, және де соның негізінде бірнеше ақпараттармен, әлемдік ақпарат кітаптармен, басқа да ақпараттармен, манағы мұражайдағы ақпараттардың бәрін қарап саралап, сосын мына спорттың неге дайындық кезінде бәрі жақсы нәтиже көрсетеді де, жарыстың кезінде неге адамдар нәтижесі төмен болады, сол тұрғысынан, және студенттер садақ атқанда қандай пайдасы бар, сол тұрғысынан, жалпы садақ ату дейтін қалай қайтып келді бізге, сол тұрғысынан осындай біз бүкіл өзімнің жеке тәжірибемді жазып шықтым. Яғни арнайы ақпараттарды сілтеме арқылы қандай дәстүр садақ ату бойынша қызықты деректер бар, сол тұрғысынан бір ғана мысал айтайын. Мысалы, студент неге садақ ату керек? Мана айтқандай, бұл бірінші менің өзімнің үйде айтылатын, өзімнің кейінгі бауырларыма үйде айтылатын негізі насихатым. Спортпен айналысу керек. Ағалық ақыл кеңесім. Білімді болу керек бірінші біздің қазақтың жастары, және де спортпен айналысу керек. Екеуін қатар ұстау керек. Ал соның ішінде жасқа қарамайтын ең күшті спорт түрі бұл дәстүрлі садақ ату. Яғни сіз жасыңызға мән бермейсіз, қыз ба ұл ма мән бермейсіз, сізге ерте кеші жоқ бұл дәстүрлі садақ атудың. Сол тұрғысынан мен бұл садақ ату туралы, бұның артықшылығы сода. Соның ішінде студент, мысалы, ол өзінің жатақханасында жатыр, сабағына барып келді. Мен өзім студент болғаннан кейін
білемін, оның уақыты көп, бос уақыты көп. Енді бос уақытын тиімді пайдаланса, ол студент соның ішінде дәстүрлі садақпен айналысса, бұл керемет өзіне нәтижелі өнер көрсетсе, керемет өзіне пайдасы болатын еді. Қай тұрғыдан? Мысалы, Айкөркемнің мысалын жаздым. Айкөркем 2 жылдың ішінде жүлде қоры 5 миллион теңге. Ойлаңызшы, 2 жылдың ішінде бүкіл жүлде қорын есептегенде, ол әрине бірінші орын алайын, ақша болсын деген ниетпен қатысқан жоқ қой. Ол маған хобби болсын, уақытымды тиімді өткізейін деген мағынада қатысты. Жақсы көргеннен кейін қатысты, иә? Яғни бір хобби ретінде айналысайыншы деп қатысты. Бірақ екінші жағынан қандай пайда келді? Бірінші өзіне айына 5 миллионды 2 жылға шақсаңыз, 2 жылға бөлсеңіз 2 миллион жарымнан келді жылына, сосын 250 мыңнан айына келеді. Сонда студентке 250 мың былайша айтқанда айына өте қомақты қаражат түсіп отырды. Және де сіз орын алсаңыз, сізге стипендия, шәкіртақы да, яғни спорттық шәкіртақы не істеледі? Тағайындалады. Ол да керемет көмек студентке, үйінен ақша сұрамай, және де артық жұмыс жасамай, тек неге оқуына көңіл бөлуге өте керемет мүмкіндік бол. Сол тұрғысынан студент спортпен айналысу керек, соның ішінде дәстүрлі садақатымен айналысу керек. Және де екінші, ел көреді, жер көреді. Мысалы, Түркия елін көрді, Малайзия елін көрді, Малайзияға оқу жаттығу жиынына барды, Өзбекстанға барды, Қырғызстанға деген сияқты. Сондай мемлекетте бару арқылы сенің көкжиегің кеңейеді. Яғни сана көкжиегің кеңейеді. Сондай тұрғысынан студентке өте пайдалы. Сонымен қатар денсаулыққа пайдасы жазылған, және де садақ ату таныстырылған, 0-ден бастап халықаралық дәрежеге дейін қалай садақшы болуға болады, алгоритмі қолымнан келгенше көрсеттім. Соны енді тура соны істесең осындай болып кетеді деген сөз емес. Маңыздысы айтады ғой, таңертең 5-те тұратындардың барлығы жетістікке жете бермеуі мүмкін дейді бір бизнес кітаптарын, тұлғалық дамуды. 5-те таңертең ерте тұрудың пайдасын айтады да. Таңертең 5-те ерте тұратындардың барлығы жетістікке жете бермеуі мүмкін дейді. Бірақ жетістікке жеткендердің барлығы таңертең ерте тұратындар дейді. Сол сияқты бұл кітап біреуді кез келген оқырманға арналған, жас жағына қарамай, кез келген адам оқиды, жетістікке жетпеуі де мүмкін, оқығанда өзіне бірақ пайдалы ақпарат алуы мүмкін. Спортшы болса, соның ішінде дәстүрлі садақпен айналысатын спортшы болса, өте ішінде оқтың қалай ұшуы, оқтың спайны деген қалай кетеді, садақты қалай таңдаймыз, оқты қалай таңдаймыз деген сияқты көптеген мағлұмат ала алатын еді осының ішіне. Сол тұрғысынан жазылған алғашқы тырнақалды туындымыз. Бір жағынан ең бірінші пайдасы бұл біздің спортшыларды оқуға деген сәл де болса бір қозғалсын пайда болу. Яғни біздің спортшылар тек қана физикалық дайындықпен ғана айналыспай, сонымен қатар оқумен де айналысу керек та. Яғни өзінің санасында жаттықтырып отыру керек. Себебі білесіз, спорттан кейін мансабын аяқтағанда спортшылар бүкіл өмірін спортқа арнап тастаған ғой. Қандай да мамандықта да дұрыс игермеген. Былайша айтқанда, енді сондай кезде абдырап қалмау керек. Ол өзінің мансабын спорттан кейінде қалай әрекет ететінін, спортты тастамай, немесе басқа салқара әрекет ететіндігін негізі шешу керек, жоспарлау керек. Ал кітап оқу ол ең бірден сол өзінің өмірін жоспарлауға керемет құрал, керемет ақпарат беретін қазына ғой. Енді бұл кітабыңыз енді осылай дәстүрлі садақ атумен айналсам дегендерге бір алғашқы қадам, алғашқы білім, бір білімнің фундаменті негізі болып қалыптасатын сенеміз. Мотивация болсын. Енді жетістікке жету, жетпеу адамның өзінің ниетіне байланысты ғой. Ең бастысы осы сіздің еңбектену ғой. Еңбектену, ал садақ ату қанымызда бар деп жаңа айтып кеттік. Ниеті дұрыс болса, жетістікке міндетті түрде жетеді деп ойлаймыз. Айкөркем енді әртүрлі шетелдерге оқу жаттығуға барып жүрсің, сол жақта шетелдік спортшылармен тәжірибе алмасқанда олардан үйренетініміз бар ма, жоқ әлде біздің оларға беретініміз көп пе екен, сол тұрғысында қандай бір айырмашылықтарды байқадың? Жалпы дәстүрлі садақ ату бұл әлемдік спорт болып танылады, тек қана Қазақстанның бойында ғана бар нәрсе емес. Бізде енді ғана дамып спорт ретінде қалыптаса, бүкіл мемлекеттерде, Түркияның өзінде 50 жылдан бері, 100 жылдан бері айналысып жатқандар бар. Сол себепті әр елдің өзінің ерекшелігіне байланысты өзінің техникалары бар. Бірақ нақты бір тәжірибе алатындай елдерді айтатын болсам, ол Қырғызстан, Малайзия, Индонезия, Түркия елдері және Венгрия елдері. Осы мемлекеттер топ мемлекеттердің қатарына жатады
садақ ату бойынша. Осы мемлекеттің садақшылары өзіме әсіресе Малайзия еліндегі садақшылармен жақсы қарым-қатынаста болдық біздер. Өздерінің бір жағынан мұсылман мемлекеті болғаннан кейін өте сондай адамгершілік қабілет қарым-қатынас жасады, барлық жағынан қолдау білдірді, өздерін толық қамқорлық көрсетіп жылулықтармен бізді кәдімгідей баурап алды. Негізінен сол Малайзия елінің ғана айта аламын, нақты бір тәжірибе алып осылардан үйрену керек деген сияқты. Ол мемлекеттердің маған көздеу стильдері ұнады және тұңғылықты дайындалады, тұрақты түрде дайындықтары қатты ұнады. Таңертең және кешкілік түрде арнайы өздерінің үлкен алаңдары бар, сол алаңдарда тұрақты түрде дайындалып жүрді. Және жауапкершіліктері жақсы. Осындай және екінші мемлекет бұл Қырғызстан. Қырғызстанда да өте көп жақсы садақшылар бар. Әсіресе үлкен егде жастағы әйел адамдар жиірек айналысады жастарға қарағанда. Осы нәрсе мені қатты қуантады. Мысалы біздің Қазақстанда да осылай егде жастағы спортшылар, садақшы спортшылар шықса, мен үшін де қуанышты жағдай еді, болатын еді. Сол себепті осы Қырғызстан мемлекетінен де тәжірибе алатындай бар. Ол мемлекеттерде өте тұңғылықты дайындалады, жиі дайындалады, әртүрлі нысаналарда дайындалады және барлық нысаналарға бірдей дайындалады. Және командалық атмосферасы ұнайды. Қырғызстан елінің бір-біріне қамқор, бір-біріне жылылық танытады. Кішкентайлар жастарды үлкендер сыйлайды, кішкентай деп қарамайды. Жастар да үлкендерді құрмет көрсетеді деген сияқты. Сондай бір-екі мәселелерден өзімізге тәжірибе алдық. Және алдағы уақытта да осындай мемлекеттер көбейеді деп ойлаймын. Және біздің Қазақстанның өзінен де тәжірибе алатындай деңгейге жеттік деп айта аламын. Әлі де жетеміз және сол жолда жұмыс жасаймыз деп айта аламын. Ал сол мемлекеттердің садақтары біздің осы дәстүрлі садақтан айырмашылықтары бар ма, әлде барлығы бірдей ме? Әртүрлі айырмашылық бар. Көбіне бірақ Түркия елінің садақтары, Венгрия елінің садақтарын қазақтар да қолданатын болғандықтан ортақ садақтар табылып жатады, бірақ бәрі бірде. Әр елдің, әр садақшының өзінің садағы әртүрлі болады негізінде. Ол мемлекетке ғана қатысты емес. Мысалы, Америкада, Испанияда ұзын садақтармен ататын болса, біздер қысқа шағын садақтармен атамыз деген сияқты. Және әр спортшының өзінің дене тұрпатына да қарайды ол нәрсе. Сол себепті нақты бір қатты айырмашылық болмағанмен де әркімнің садағы әртүрлі бәрібірде. Белгілі бір өзінің әр елдің өзінде тән бір ерекшеліктері аңқып тұрады дейсің ғой, иә? Жақсы. Енді осы ұлттық спорттың бір кемшіл тұстары, жетпейтін тұстары, әлі де дамыту керек тұстары бар ма? Маман тапшылығы болсын, мамандар даярлау болсын, ол жағынан сіздерде қалай? Ұлттық спортты ең ойымша әлі де бұқаралық түрде дамыту керек деп ойлаймын. Яғни халыққа насихат жүргізу керек. Әлі де ұлттық спорттың не екенін білмейтін, тек қана көкпар деп қабылдайтын, немесе бәйге деп қабылдайтын қоғам қазақтар өте көп. Сол себепті барлық жағынан жан-жақ түрде ол тек қана дәстүрлі садақ ату емес, асық атуда болсын, тоғызқұмалақ болсын, аударыспақ болсын, әртүрлі жамбы ату секілді жан-жақты спорт түрлерін насихат жүргізу керек деп ойлаймын. Және мемлекет көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Әлі күнге шейін осы дәстүрлі садақ ату да тек қана осы көшпенділер ойындарының арқасында ғана бір сәл көтерілді деп айта аламын. Себебі осындай халықаралық деңгейде болатын жарыстарды жиі өткізсе мүмкін мемлекет көңіл аудара ма деген сияқты сауалдар да бар. Сол себепті мемлекеттің тұрғысынан өте көп көңіл бөліну керек. Дәстүрлі садақ атуға да, ұлттық спортқа да, барлық осы ұлттық спорттың ішіне кіретін спорт түрлеріне де. Қазір сонда көңіл азырақ бөлініп жатыр ма? Бөлініп жатыр, бірақ жеткілікті деңгейде емес, мен үшін. Енді біз өзі осы федерацияның басқасында жүргеннен кейін бұл міндет бірінші бізге міндеттеледі. Яғни жалпы менің түсінігім осыны маса кемшіл тұс дейміз ғой. Біз тек қана оны өз ойым сынап қана қоймауымыз керек. Я кемшіл тұс бар, қай тұрғыдан да. Бірақ ол кемшілікті толтыратын біз, сіз бен біз. Мысалы, сіздің осылай бізді ұлттық спортта мысалы көбірек оның жанында басқа да бір
басқа да бір саладағыларға көбірек подкаст болса, осы спорт саласында подкаст көбею керек. Соның ішінде ұлттық спортқа осы подкасттар көбейетін болса, бір жақсы бір ой талқы, жақсы бір идея алып қаласың, өзің ұсыныстар алып қаласың. Сондықтан өйткені астына пікірлер жазады. Мысалы пікірлерге қандай тұрғыдан қалай дамыту керек екенін жақсы пікірге, мен қазір осы айттым, 2 кітапты мен сізге сыйлағым келіп тұр. Және де оны осы біздің дәстүрлі садақ ату спортын қалай тиімді дамытса, бұқара халыққа қалай тиімді дамытса, қазіргіден де дамытса, жақсы пікір айтқан 2 адамға мен осы кітапты қазір сізге қолтаңбамен қалдырамын, соны сыйласақ деген ниетім бар, ұсынысым бар сізге. Ол бір, осылай және де айтайын дегенім, біз бұл жерде үйлестіруші топпыз, біз ұйымдастырушымыз, федерация. Біз билік өкілі бар, сосын халық бар, спортшыларымыз бар, біздің қоғам бар, және де әрбір облыстағы басқармалар бар, жергілікті атқарушы органдар бар. Солардың байланысын біз үйлестіреміз де, осында көшпенділер ойыны сияқты, Азия кубоктері, Қазақстан чемпионаты сияқты жарысты ұйымдастырамыз. Бұл жарыс біздің спортшыларға пайда, бұл спорттың дамуына пайда. Ал бұлардың көңіліне қарап, бұлардың барлығы да ортасында үйлесімділікті үйлестіріп жүретін, біз өзімізге сондай міндет алып алдық. Және де осындай жанашырлар көбірек болса екен. Дұрыс айтасыз, кадр аз спорт саласында. Сондықтан біз біреуге сілтемей, біреуге жауапкершілікті артпай, әрбір қазақ деген адам келіп өзінің саласы бойынша ұлттық спортты дамытуға үлесін қоссын. Яғни бір адамға жүктелетін міндет емес. Бұл біз ұлт болып, мемлекет болып, әрбір қоғамдағы адам болып, қазақ болып жасайтын, ұлтына бөлінбей, жалпы жасайтын бір міндеттеріміздің, қазақстандықтардың міндеті. Жұмыла көтерген. Жұмыла көтерген. Көптің арасынан сапа шығады. Санның арасынан сапа шығады. Осылай жанышы. Мысалы, бір ғана мысал айтайын, Малайзия елінде біз садақ атып жүріп, жаттығумен жүргенде, мына тақиямды көрген бір кісі мені тоқтатады. Бауырым, қазақсың ба? Қазақпын аға. Екеуміз таныстық бір мезгілде маған айтады, жүріңіз, үйге жүріңіз, асқа жүріңіз дейді. Малайзия елінде. Сосын аға, мен сізді қазір танып тұрмын, менің спортшыларым бар, 18 спортшымыз. Ешқандай алаңдама, спортшылармен кел, мен тамақ асып қоямын саған дейді, ет асып қоямын дейді. Сөйтіп Малайзия ойлаңыз, Куала-Лумпур қаласында танымайтын бір қазақ мені қонақжайлығын көрсетіп, тақиямнан қазақ екенімді танып, мен үйіне шақырады. Сөйтіп спортшылар үйіне біз кәдімгі ас жедік, ет жедік, қонақжайлығын көрсетті. Қазақ қай кезде де қонақжай. Сол ағамыз қазір осы өзінің қолдауымен осы менің осы кітабыма бақ берген. Өйткені ол ағамыздың Алтын Алтай дейтін мейрамханасы бар. Соған мен кітап жазып барып отыратынмын. Ол кісі мен көреді кітап жазғанымды, келіп сөйлеседі, енді таныспыз ғой. Сөйтеді де манағы Жұмабек дейтін ағамыз өзі, сол ағамыз айтады, бақ берген, сен жақсы дүние жазып жатсың, мен саған қолдау білдіремін дейді. Бұл кітаптың шығуына, бұл ағартушылық ісіңнің оңға алға жылжуына мен саған қолдау білдірем, демеуші болам, сен алаңдамай жұмысыңды, кітабыңды шығара бер деп. Маған сондай бұл бір жағынан бұл садақтың берекеті, және де қазақтың қонақжайлығы, сонымен қатар мырзалығы. Бұл осылай әрбір біздің қазақ қай салада болмасын. Ағамыз негізінде мейрамхана саласында, бірақ өзінің осы спортқа деген қолданысын солай білдіріп жатыр. Яғни біздің спортшыларға былайша айтқанда қамқорлығын солай көрсетіп жатыр. Бұл спорттың дамуына, кемшіл тұсын алға қарай жылжытуымызға өте үлкен, былайша айтқанда мүмкіндік, бір-біріміздің осындай қолдауымыз болу керек. Негізінде жанашырлық болса, қай спортта дамиды. Жақсы, енді осы соңғы сұрақтардың бірі болсын. Соңғы бір 3-4 жылдың көлемінде осы садақ федерациясы құрылғаннан бері бір ұлттық садақ ату, дәстүрлі садақ ату орындарын ашу белең алды. Белең алды, бір трендке айналды десек те болады мысалға. Бірақ қазір қарап отырсақ, сол садақ ату орындарының біразы қайтадан жабылып қалған сияқты. Оған не себеп? Сонда қызығушылығы, адамдардың қызығушылығы бір сәттік болды да қайтадан басылып қалды ма? Ол қызығушылықты қалай ояту керексіздер? Айтып берсеңіздер. Айгүл ханым, сізге зейін берейін. Айта бер. Айтыңыз. Ойың қандай? Жалпы жабылуы. Ойыңызды өз ойыңызды жеткізсеңіз. Жалпы неден де ойлайсың? Айта ғой. Шағын ауыл жақтарда, шағын аудандарда енді халық саны өзі аз ғой. Сол себепті бір мүмкін халықтың қызығушылығының аз болғаннан, санның аз болғанынан шығар деп ойлаймын. Екінші мәселе бар, бұл қаражатқа тіреледі ғой. Себебі бізде әлі де 30 метрге, 70 метрге, 50 метрге ататын ғимарат жоқ. Мысалы Астана, солтүстік Қазақстанда, сол орталықтан бері қарай бізде қыс 6 ай.
6 ай қыс болады, ал оңтүстікте ғана күн жылы. Бізде қазір наурыз, әлі бізде қар бар. Біз сыртқа шығып дайындық жасай алмаймыз. Енді келесе дайындық жасау үшін ғимаратты жалға алу керек болады. Оның құны өте жоғары. Сол тұрғысынан бұл өз-өзін ақтамайды. Адамдар бизнес ретінде бұған келеді, ол жақсы нәрсе, бұл дамуына жақсы нәрсе, иә? Бизнес ретінде қарайды, бірақ артынан 30 метрлік ғимаратты, былайынан 20 метр, ұзындығы 30 метр, ең азы 30 метр ғимарат болу керек. Бұны ұстап тұру, бұның жарығы бар, суы бар, коммуналдық дүниелер бар, және де бұның өзінің арендасы бар. Үлкен қалада ол өте үлкен. Иә, өте үлкен. Мен өзім де оны қараймын ғой, саралаймыз, өте үлкен қаражат талап еткеннен кейін, келуші адам аз болғаннан кейін, бұл бизнес ретінде өзін ақтауы қиын. Және де сен оған кәдімгі жұмысшы аласың. Тазалықшың бар, ішіндегі инвентарлар, мына спорттық құрал жабдықтарыңды аласың, оны ай сайын ауыстырып тұрасың, және де үнемі садақ ататын адамды, үйрететін адам, инструкторды, арнайы маманды үйретіп, оқытып, бір ай. Сосын сіз оны жұмысқа аласыз. Және оның қаражаты бар, сөйтіп оның төлейтін жалдамалы ақшасы бар, бірақ ол өте үлкен қалтаға соққаннан кейін ашылады, сосын түсінгеннен кейін жабылады. Түсіндірдің бе? Сондықтан бұл мемлекет тарапынан, мына біздегі үлкен ғимараттар бар ғой, Астана арена немесе қандай да бір спорттық ғимараттардың астындағы үлкен бос тұрған немесе мектептерді өзінің уақытынан бос уақытта, яғни балалар дайындалып уақытынан бос уақытта біз дәстүрлі садақ атуға беретін болса, үлкен көмек. Бұл ауылдық жерде де бұл мәселе бар. Қаржы тұрғысынан мына бізде тек қана жоқ, бізде ынта бар, бізде Бақберген ғимарат болса, біз өзіміз тегін садақ ату үйрететін едік деген адамдар да бар. Бүкіл Қазақстан 20 облысында да бар. Біз білеміз ғой өзіміз 20 облысында. Бірақ бізге ғимаратты төмен бағада, немесе оны сендерге бос уақытында берейін, тегін болсын, сендер өздеріңнің былайша айтқанда дәстүрлі садақ атуларыңды жасай беріңдер, дамыта беріңдер дейтіндер де аз. Осы тұрғыдан бізде өте үлкен қай тараптан да қолдау болатын болса, бұл ашылып қайтып жабылмайтын еді. Бір ашылып қайтып жабылудың бірден бір себебі осы мәселе негізінде мына заманда. Жақсы, енді бүгінгі подкастымызда өзінің мәресіне жетіп қалды. Уақыт бөліп осы біздің студияға келіп сұхбат бергендеріңізге, бір сүбелі әңгіме айтқандарыңызға рахмет. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, жеңісті жолда жүре беріңіздер. Енді мына бүгінгі бізге әкеліп отырған жаңалығыңыз, өзіңіздің кітабыңыз тиісті оқырманына жетіп, біреудің жігерін, біреудің үмітін жағып бір жеңісті жолға салсын деген тілектеміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз осымен өз мәресіне жетті. Алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын.